ұшақтағы бір ер адам терезеден қарап, сол жерде тұрған әйелді көріп таң қалды. Бұл оның қиялы деп ойлап, инстинктивті түрде жақындап келді. Сонда әйел тұрғаны анық болды. Не болып жатқанын түсінбей тұрып, әйел кенеттен оған қол бұлғады. Бұл таңқаларлық көрініс оны мазасыздандырды. Шындықты растау үшін ол одан да жақынырақ қарады. Ал одан кейін көргені оны қатты қорқытты. Ол еденге құлап, кабинаның еденіне сырғып түсті. Оның мінез құлқы айналасындағы жолаушылардың назарын бірден аударды, ал бортсерік жағдайды сұрау үшін жүгіріп келді. Үрейленген ер адам ұшақтың сыртында әйелді көргенін бірден айтты, бірақ бортсерікпен жақын маңдағы жолаушылар оның галлюцинация көріп жатқанын бірден ойлады. Әйел қалай 10-0 метр биіктікте пайда болды. Бұл сандырақ сияқты естілді. Олар дереу ер адамға орнына барып, терең тыныс алуын айтты. Ер адам өзінің сөзінің шынымен де абсурд екенін тез түсінді. Сондықтан тынышталу үшін дәретханаға кетті. Алайда ол дәретханада тынышталып жатқанда, кенеттен әйелдің бейнесі айнада қайтадан пайда болды. Бұл оны қатты қорқытты. Ол қайтадан қатты айқайлады. Ол неғұрлым үрейленген сайын, дәретхана есігін ашу соғұрлым қиындады. Бақытымызға орай, шуды естіген бортсерік оны бірден босатып жіберді. Ер адам қатты қорыққандықтан, ұшақтан дереу түскісі келетінін айтып, орнынан тұрды. Оның әрекеттері салондағы жолаушыларды одан сайын мазасыздандырды. Ер адамның одан әрі үрей тудырмау үшін, азаматтық киім киген полиция қызметкері де Чжуан оны дереу бағындырып, суық еденге мықтап қысып тастады. Соған қарамастан, ер адам ұшақта елес бар деп сендіріп, оны түсіруді талап етті. Басқа амалы қалмаған бортсерік тыныштандыру үшін бір бөтелке тыныштандыратын дәрі әкеліп күштеп берді. Басқа жолаушылардың мазасын алмау үшін Чжуан ер адамды тоқтатты, ал бортсерік қалған жолаушыларды бірден көршілес салонға ауыстырды. Шу тез басылып, жолаушылар бос уақыттарын ләззат ала бастады. Дегенмен, ешкім таңқаларлық оқиғалардың осымен тоқтамайтынын күткен жоқ. Тамақтану уақыты келгенде бір әйел жолаушы таңғы асқа салат жемек болып, бортсеріктен салат сұрады. Бірақ салатты алып, жапырақтарды аузына салғаннан кейін, ол қатты жүрек айнуын сезді. Құсқысы келді, бірақ құсқанынан айналасындағылардың бәрі сөйлей алмады. Белгілі болғандай, ол жеген нәрсе салат емес, құрттар болып шықты. Бортсерік алдындағы көріністен бірден қорқып кетті. Бортсерік едендегі құрттарды тез арада жойып, содан кейін оған қоймадағы тағамды тексеруді тапсырды. Ол қоймадағы барлық тағамның құрттарға толы екенін анықтады. Бұл таңқаларлық көрініс оны үрейге салды. Ол алдымен барлық салаттарды жеуден басқа амалы қалмады. Содан кейін кабинадағы капитанға тез хабарласып, жағдайды егжей-тегжейлі түсіндірді. Бірақ ол сөзін аяқтай салысымен, ұшақ кенеттен қараңғылыққа батып, бүкіл ұшақ ауа райының қолайсыздығына байланысты қуатын жоғалтып, ұшақ тез құлады. Жолаушыларды тағы да үрей биледі. Капитан ұшақтың жағдайын шұғыл тексеріп жатқанда, найзағай түсіп, қозғалтқыштар істен шығып, қара түтін шығара бастады. Сол сәттегі жалғыз шешім ұшақтың тұмсығын қолмен көтеру болды. Капитан рульді екі қолымен мықтап ұстап, сабыр сақтауға тырысты. Жылдам төмендеу кабинадан айқай-шу шығарды. Екінші ұшқыштың көмегімен ұшақ ақыры тегіс тұмсығына оралып, қалыпты ұшуын уақытша жалғастырып, апатқа ұшыраудан аман қалды. Алайда бәрі көрінгендей қарапайым болмады. Үлкен ақаулыққа қарамастан, ұшақ түсініксіз түрде қалыпты жұмысына оралды. Капитан күмәнға толы болды, бірақ жолаушыларды үрейлендіруден қорқып, сөйлеуге батылы бармады. Кенеттен жоғары кернеу оның санасына үрей ұялатты. Ол терезенің сыртында қалқып жүрген бір топ таңқаларлық қара көлеңкелерді көрді. Капитан бірден екінші ұшқыштан сұрау үшін бұрылды, бірақ екінші ұшқыш ештеңе көрмегенін айтты. Алайда кабинадағы ауытқу басылғанға дейін жолаушылармен таңқаларлық жағдайлар бола бастады. Тіпті тас жолаушы иллюминатор арқылы ауада қалқып жүрген қорқынышты елестерді де көрді. Бұл кенеттен пайда болған көрініс оны қатты қорқытқандықтан, ол терезе пердесін тез жауып, көзден таса, есінен таса болып, қорқынышын осылай сейілтуге тырысты деп ойлады. Алайда мұрнынан қан кеткен әйел жолаушы дәретхананы пайдаланып жатқанда нәрестенің жылаған таңқаларлық дыбысын естіді. Әйел жолаушы алдымен бұған мән бермеді, бірақ келесі секундта шамдар жыпылықтай бастады. Содан кейін айнадан мойнындағы кесікті көрді. Ол инстинктивті түрде денесін тексерді, бірақ ештеңе таппады. Бұл таңқаларлық көрініс оны қорқытты. Ол дәретханадан шығуға тырысты, бірақ есік ашылмады. Ол тек көмек сұрап айқайлай алды. Сырттағы бортсерік оны естіп, есікті ашуға тырысты, бірақ ол дәрменсіз еді. Ол тек әйелді жұбатуға тырысты. Дәл ақылдылық танытып тұрғанда, үлкен қол оны артынан ұстап алды да, түсініксіз күші оны басқа кеңістікке тартты. Көзін ашқанда өзін ұшақтың үстіндегі оқ жәшіктерінде тапты. Сол сәтте оның алдында бір адам пайда болды. Бұл оны қатты қорқытып, еңкейіп отырды. Көзін қайта ашқанда, ол дәретханада еді. Айнаның артында жылап жатқан нәрестені қолына алған әйел оған бірдеңе айтқысы келгендей көрінді, бірақ әйел оның не айтып тұрғанын түсінбеді. Сонымен қатар, сырттағы стюардесса ішінде ешқандай қозғалыс көрмей, дереу басқа стюардессаны шақырды. Ешқандай жауап таппаған стюардесса дәретхананың есігін ашып, әйелдің еденде жылап жатқанын көрді. Стюардесса оны жұбатып отыруға көмектесті. Әйел куә болған жайтты айтып берді, бірақ стюардесса мұны ойдан шығарылған деп қабылдамады. Алайда ер адамның бұрынғы мінез құлқымен бірге салондағы атмосфера кенеттен қорқынышты болды. Әрбір жолаушы әртүрлі дәрежеде алаңдаушылық пен қорқынышты сезінді, бірақ атмосфераға қарамастан таңқаларлық оқиғалар болып жатты.